Şapala kurmay otkan apalardan şalları bir tohal alsın deyimiz ay. Nürökenge rizamız 10 000 tenge ağayın salıp ketті. Nürökeng жаңа 20 000 мен шығып еді, қалтасында тағы 10 000 теңге қалып кетті. Айналайын Келінжан, жақсыларға жақ деді. Ай, ана тұрған көкеме ризамын, ақынға барып сал деді. Ағындардың тіліне жыр құйылсын, Нұрөкеңнің көмегіне жүрегіне нұр құйылсын. Шабыт сыйлап інісіне беріп жатыр, бергеніңіз Нұрөке шын бұйырсын. Нұрбақыт атаңның қолы қатты дегендердің аузына бүгінен бастап құм құйылсын ай. Менің жеңгеме ағайын ризамын, шынымен де ең біріншіден пысыразып түсінді ғой. Айналайын Келінжан, бойыңа тек жақсылық жинай берші, тек биікте қарлығашса самғай берші. Гүлжахандай анаңа ризамыз, Келінжан екінші анаңды өмір бақи сыйлай берші абай. Гүлдана қайда Гүлдана? Гүлданаң настырмеш жоқ қой. Ең соңында Гүлдана сұрап жүрмейдір жаңа мақма? Жаңа 5 теңгеден 2 салдық қой, сол мама бере саңыз деп тұрмады. Ол Алмас жаңа айтып еді, майдақша ұстамайды деп ше. Соқтан Алмас мына бөлөге бір қол соғып қойыңыздар. Бөлөге рейс жоқ па? Жаңа Айдар ағам айтып еді, мен өзім көңілім тоқ деген осындай бөлелерім бар, менің марқайып жүретін деп. Соқтан бетажар қызық өтсін деген ниет қой ағайындар. Соқтан да жасай берсін деген жағдай. Божбандардан 10 адам келген ау дейм ау. Қалғандар өндемей адыр ғой. Ау санамызға жақсы сөз құйылыпты, бұл тойға тектілерім жиылыпты. Жаңа түскен айданадай жас келіннің бетін ашу бүгін бізге бұйырыпты. Ағайын құлақ түргін жырларыма, Құдайым қуат берсін жан дәулеттей ұлдарыңа. Екі жас бірін тапқан екен, қол ұстасып шықсын шауышыңдарына. Мен өзі дән риза болып тұрмын, божбандардың айқайлап пай-пайлап тұрғанына. Нұрбақыт ағамның ақ үмітін ақтап жүрген, шапалақтап қойыңдар жан дәулеттей ұлдарыңа вай. Ау біздерде айтылмайтын толған бар ма? Тілекпен келдіңіздер балдарға да. Бұл бет ашар атадан қалған дәстүр, айтыңдаршы сөзімді жалған бар ма? Сүйгеніне қосылса екі жасың, әлі талай өрлейді ғой саңғарларға. Жан дәулеттің өр бақытын көріп отқан, бадан күлдей апамда да арман бар ма вай. Ау қуанышпен таңдарыңыз атқан шығар, жүректерің туысқан деп соққан шығар. Осындағы ағайынның барлығы да біздерге тілеулес боп отқан шығар. Жан дәулеттей дарынды жігіттерің өмірдегі сыңарын тапқан шығар. Жан дәулетке жар болған айдананың басындағы бағы да батпан шығар. Жан дәулет бүгін үйленіп жатыр деп ай, талай қыздар бетін тырнап жатқан шығар ай. Оу, бәріңнің аман болсын, топтай басың, ешқашан көрінбесін шоқтай қасың. Нұрбақыт ағам менен Гүлжахан жеңгеме бір шапалақ ұрғандардан бақтаймасын. Бәріміз жақсылыққа жарсын дейміз, қошеметпен қолдарыңыз талсын дейміз. Шапалақ ұрып отқан жеңгелерім ай сайын төркініне барсын дейміз. Шапалақ ұрмай отқан жеңгелерім ағалардан шапалақ алсын дейміз. Шапалақ ұрмай отқан апалардың шалдары бір тоқал алсын дейміз ай. Айналайын ағайын, мұсылман болған халықпыз, әлім сақтан жаралып
қазақ дейтұғын еледік, бойында болғандан алық, келін келді деп айтпасам, ой салып жұртқа қайтпасам, бабалардың өсиеті қалғандай болар жоғалып, айналайын айдана, кеш жатып ерте тұрғайсың, отырып алма таранып, жан дәулетті тергеме, қалмасын үйде қамалып, ұяда нені көрсеңіз ұшқанда соны ілесің, көрсетіп жүрме шалалық, осылай өсиет айттым ғой, ақылым болсын ағалық, бақытты ғұмыр кеше бер, бақытты ғұмыр кеше бер, қосағыңмен қоса ағарып бірлік отын осындайда жағайықшы, қаптаған мына елдің ақбатасын алайықшы. Таяқ жерге тасталды ағайындар, ендеше бет ашарды бастайықшы. Дүниеден өткен жақсылар мен қимастарды осы тойда бір еске салайықшы. Мұқталы басқа бір өлім, ақыры бір күн келмей ме? Ажалдың соқса дауылы өмірдің шалайын ағайын. Бір кісілігі тағым бар, мың кісілік бағым бар. Нұр бақыттай ағама шапалақты соғыңдар. Нұр бақыттай атаң бар, дүркіретіп той берген, баршаңызға ой бөлген, табақ ұстап келгенге кілкілдетіп май берген, жанам деген жүрекке лапылдатып от берген, шабам деген жігітке тағалы тұяқ ат берген. Нұр бақыттай атаңа құдайым үйіп бақ берген, саулық бір дейтін ботама, саулық бір дейтін ботама, қос сәлем келін нұр бақыттай атаңа. Айналайын келін жан, айналайын ағайын, нұрекең келді ортаға, алқала жұртым алқала. Шабытым осындайда жанып кетті, нұрекеңе ризамыз 10 мың теңге ағайын салып кетті. Нұрекең жаңа 20 мыңмен шығып еді, қалтасында тағы 10 мың теңге қалып кетті. Осындайда ағайын шашу керек еді. Нұрекең Ерлан үшін бөлек еді. Нұрекеңді қайта сырмасын сырып жатыр, осындайда бір шапалақ ұра салу керек еді. Айналайын келін жан, жақсыларға жақ деді. Ана тұрған көкеме ризамын, ақынға барып сал деді. Ақындардың тіліне жыр құйылсын, Нұрекеңнің көмейіне жүрегіне нұр құйылсын. Шабыт сыйлап інісіне беріп жатыр, бергеніңіз Нұреке шын бұйырсын. Нұрбақыт атаңның қолы қатты дегендердің аузына бүгінен бастап құм құйылсын. Бауырлары қайда екен, бір шапалақ соғыңдар, айналайын келін жан. Жеңшек, жаңа ағам қайқы салсаңшы болды ғой. Гүл жақандай анам бар, түсінеді шамаңды, көтереді бағаңды. Осы кісіге бере сал, бірінші тапқан балаңды. Енеңізге қос сәлем, енеңізге қос сәлем, қуаншың әлі гүл жақандай анаңды. Жамандар жақсылықта күрсінді ғой, осындайда сөзім ағайын бөлінді ғой. Жаңа Нұрбақыт ағам 2-ші мәрте қайта шығып еді, менің жеңгеме ағайын ризамын, шынымен де ең біріншіден пысыразым түсінді ғой. Айналайын келін жан, бойыңа тек жақсылық жинай берші, тек биікте қарлығашса самғай берші. Гүл жақандай анаңа ризамыз, келін жан 2-ші анаңды өмір бақи сыйлай берші абай. Құдалар қайда, құдалар, әр сөзімізді құбалар. Құдаларың келгенде ақындар бүгін жыралар. Ағайын жырлай тоғын, кезім келді, осындай жақсыларды көзім көрді. Ал енді шабытпенен мен шырқайын, әпкемен әкелейін жестелерді.
Әгудай арман өтеді-ау жалған сағатта, миллион сонды ойын күлкі, халала күләйлә, лиләлә күләйлә, лиләлә. Әпкелер мен жезелерге шапалаңғайдай. Ойында тек жақсылық жина дейді. Бауыржандай жездесін мына божбандар жаңа айтып еді, қайта-қайта Бауыржанды шығар дейді. Жақсылармен әрдайым жармасады, Бауыржан қайта-қайта шықса дағы жарасады. Ерлан қалай тамаша күйген бейді, Бауыржанды қайын жұрты сүйген дейді. Қайнысының бір бас екеу болған екен, қалайша қуаныш күйген бейді. Ей, қоржынға дамағанда салып жатқан кезде бір шапалақпен ұрса ауағайын гүл қалайша гүлденбейді. Көңілін ақыныңда тауып кетті, жұлдызы тек биікте жанып кетті. Қоржынға 5000 теңге салып алып, ақынға 2000 теңге салып кетті. Жақсылардың сөзіне сенген шығар, өлеңін Ерландай өрген шығар. Бауыржан ауағайын пысық екен, не болса да қайын жұртқа кетсін деген шығар. Айғайығы сөзімді одан әрмен піспелейін, Бауыржандай бауырға күш берейін. Атамға сақ тегіннен айтпаған ғой, Бауыржан ергезегі үшке дейін Жығылмаған нар болсын, сөздерінде мен болсын, көңілі әппақ қар болсын. Немересі қаттаған, шөбересі қаптаған, шөпшектері ойнабай, Бауыржандай күйеу балдарым жүзден асқан, шал болсын Бауыржан қайын жұртың сынап берді. Бауыржанға да ризамыз ағайын, ел алдында ағайын шыдап берді. Гүлдана қайда Гүлдана? Гүлдана настырмес жоқ қой. Ең соңында Гүлдана сұрап жүрмейдер жаңа ма? Жаңа 5000 теңгеден 200 салдық қой, сол мама бере салыңыз деп тұрма. Ай, айналайын келіншін. Гүлданадай әпкең бар, Гүлданадай әпкең бар. Көңілі осы тойда тасып кетті. Інісі екеу болған соң қуаныштан жасып кетті. Гүлданадай әпкеңе қос сәлем сал, Гүлдананың көріндігін еміне Бауыржан асып кетті. Енді бір апалар болады ғой, есім аталмаса дорығып, айқайлап, долдан шығып кетіп болады. Бұл той көршілік деген болады ғой. Той көршілік деген болады. Әр қонақ, әр қазақтың басына келеді. Той жасамайым деген қазақ жоқ. Өйткені ол тойға бармаған адам той жасамайды. Міне, осы бір той көршілікті түсініп, менің атым аталмады деп жай ғана күлімсіреп, көріндігін салып кеткен Қадиша апама бір қол соғып қойыңыздар жаңа. Рахмет. Болды ау апа, айта берейін ба? Бірде бір данышпан сұраған екен ғой. Бұл өмірде жақсы өмір сүру үшін ең алдымен не қажет деп, сонда айтқан екен. Бұл өмірде жақсы өмір сүру үшін ең алдымен жаныңда шайлы жарың болса, одан асқан бақыттың керегі жоқ деген екен. Бірінші бақ Алладан, екінші бақ алған жарынан дейді. Енді біреу айтып жатады, ананың әйелі нашар дейді. Оның әйелі нашар емес. Келін жақсы болу үшін сен жақсы болу керексің. Келін осы әулетті сыйлау үшін сен келінге сыйлы болу керексің, Құдай қаласа. Келін қызметін ете берсін, көңілін таба берсін, әрбір келген қонақтың қызметін жасап алғысын ала берсін. Мен енді осы қоржынды мен арнайы ініме ұсынып қойсам. Нұрбақыт ағам көзін бір жұмды ғой. Бере берейін ба? Рахмет, Құдай қаласа. Нұрбақыт екеу болғаны Жандәулет. Жаңа бос еді ғой, толтырып бердім, Құдай қаласа. Ары қарай толтыра берді, ризық несімен молы бола берсін. Ал ағайын, енді келіндер де жаурап қалған шығар. Келіндерді үйге кіргізіп алайық. Енді көрдің ғой Айдана, мұның бәрін жинау керек, Құдай қаласа. Болды, ешкім жинамайды, қайтады қазір. Бәрі кешелі бер жүргендер бар. Әй, айналайын осы апалар. Жүрсеңіздер, ешкім жинамайды. Ал музыка қой, жібер,